أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алла қаласа бүгін сіздермен білім жайында сөз қозғайтын боламыз. Қазақта қанатты сөз бар: білімді мыңда жығады, білікті бірде жығады деген. Және де дінімізде де осы білім алуға шақырған. Тіпті Алла Тағала Құран Кәрімде білетіндер мен білмейтіндер тең ба деп, білетіндердің жоғары тұратындығын көрсеткен. Суфиян ибн Уяйна деген ғалым былай дейді: Алла Субхана ва Тағаланың құзырында дәрежесі ең жоғары, ең биік адам бұл Алла Субхана ва Тағаламен қолдарының арасындағы адам дейді. Олар кім дегенде, олар пайғамбарлар мен ғұламалар деп айтқан екен. Бұл да білімнің, білім алудың және сол білім жолында өмірін сарқытпаған адамдардың дәрежесінің биік жоғары екендігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслим ва муслима." Білім талап ету бұл әрбір мұсылманға парыз дейді. Қандай білім дегенде, адамның өзінің өмірінде қажетті болған. Былай айтқанда, намаз оқитын адамға намаздың үкімдерін білу, ораза ұстайтындарға оразаның, сауда саттықпен айналысатындарға сауда саттықты білуіне шариғи діни тұрғыдан оны білу оған керек болады. Өйткені сауда саттық жасаған уақытта ол дүниені адал жолмен тауып, сол саудасын, нәпақасын адал жолмен табу үшін. Зекет беретіндер зекет мәселесін білу. Сол секілді адам өзіне керекті мәселелердің барлығын білуіне екен, бұл шариғатта бұл пары міндет екен. Алайда барлық адам ғалым бол деп айтпайды, өйткені ғалымдар болу үшін адам бүкіл өмірін білімге арнау керек екен. Білімдіге тоқталатын болсақ, білім оның қандай бізге әкелер пайдасы бар. Ең бірінші, біз білім арқылы өзіміздің бойымыздағы надандықты көтереді екенбіз. Және де Алла Субхану ва Тағаланы тануға бізге көмектеседі. Алла Субхану ва Тағала Құран Кәрімде "Фа'алам аннаху ла илаха иллаллах" дейді. Ең бірінші, білгін расында Алла жалғыз. Бұл аятта Алла Субхану ва Тағала ең бірінші білуді әмір етіп жатыр. Білуді әмір етіп жатыр. Және де ең алғаш түскен сүре баршамызға белгілі: "Иқра бисми раббикаллази халақ." Сені жаратқан Раббының атымен оқығын деген аят. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқу жазу білмейтін. Алайда пайғамбарымызға не қылды? Осы сүре түсті, оқы деп түсті. "Алламал инсана ма лам я'лам." Және басқа аятында қарайтын болсақ, адам баласына білмейтін нәрсесін үйретті дейді. Бұл білім арқылы адам баласы көп нәрсені біледі. Ненің адал екенін, ненің арам екенін, ненің істеуге болатындығын, ненің істеуге болмайтындығын барлығын не қылады екен, біледі екен. Сол үшін де дінге, осы білімге адам қатты көңіл бөлу керек. Мына білім Ибн Аббастан келеді: "Фақихун вахидун ашадду аля шайтан мин алфин абидин" дейді. Ибн Аббастан келеді риwayat: бір фақих адам, бір ғалым адам дейді, шайтан үшін 1000 білімсіз адамнан қаттырақ дейді. Неге? Өйткені баршамызға белгілі, егер бір елді мекенде ешқандай ғалым болмайтын болса, ол жерде адасушылық болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі оған дәлел болады: қияметке жақын адамдар, Алла Субхана ва Тағала адамдардың кеудесінен Алла Субхана ва Тағала білімді көтереді дейді. Білімді. Алайда адамдардың кеудесін тартып алмайды дейді. Ғұламалардың жанын алумен бірге білімді көтереді дейді. Сонда адамдар білімсіз болып қалады. Білімсіз болғаннан кейін өз секілді білімсіздерді олар не істейді? Олар басшы қылып тағайындайды, фәтуа сұрайтын. Сонда одан бар фәтуа сұрайды, ол да білімсіз, бұл да білімсіз, бәрі-бірін адастырады дейді. Қараңыздар, сұраған да адасады, сұралған да адасады дейді. Міне сол үшін де егер бір елде білімсіздік пайда болатын болса, ол жерде адасушылық келеді екен. Ал егер де бір елді мекенде бір ғалым, бір білімді адам болатын болса, ол не қылады екен? Жаңағы елді мекендегі келген сұрақтарға, халықтың арасындағы туындап жатқан келіспеушілік мәселелердің барлығын реттеп, өз орнына қойып беріп отырады екен. Өйткені білім ол сондай ұлы нәрсе да. Сол үшін де білім біз не қылады екен? Надандықтан, қараңғылықтан кетіретін нәрсе екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: кімде-кім білім талап етіп жолға шығатын болса, білім талап етіп, Алла Субхана ва Тағала оның жәннатқа барар жолын жеңілдетіп қояды дейді. Неге білім жолына осындай мүмкіндік беріп жатыр?
Бұл жерде намаз, ораза айтып жатқан жоқ, бұл жерде білім талап етсе деп жатыр. Өйткені біз ең бірінші намазымыз дұрыс болу үшін бізге білім керек. Оразамыз дұрыс болу үшін бізге білім керек екенді. Сонда хадисші ғұламаларымыз айтады, бұл жерде кімде-кім білім іздеп жолға шығатын болса, Алла субхана ва тағала жәннатқа барар жолын жеңіл етеді деп жатыр. Неге дегенде, өйткені адам баласы білім арқылы не қылады? Алланың разылығын алып баратын жолдарды біледі дейді. Оған ненің парыз екендігі, ненің уәжіп екендігі, не амал жасау керек екендігін ол біледі дейді. Ал Алла екінші мәселе, Алла субхана ва тағала неден қайтарды, не нәрседен тыйды, оны біледі. Ол не? Одан тыйылады. Алла әмір еткенін орындап, Алла қайтарғаннан не қылады екен? Тыйылады екен. Сол себепті Алланың разылығына бөленіп, жәннатқа барар жолы жеңіл болады дейді. Сол үшін бұл білім жолы әрине ауыр. Қазақ халқында қанатты сөз бар: білім инемен құдық қазғандай. Инемен құдық қазу оңай емес, баршамызға белгілі. Алайда бұл білім сондай ауыр екен да. Ғұламаларымыз айтады, сен білім үшін бүкіл өміріңді берсең, білім саған бір азғана нәрсе береді дейді. Мысалы келтірген қарайықшы. Мысалы теңіз дейді. Теңізге сіз бір инені батырып алыңыз да, бір тамшы су шығады. Сол тамшы сіздің бүкіл өміріңізді сарыптаған кезде жинаған біліміңіз дейді. Ал қалған білім қайда? Қалған білім теңіз дейді. Сол үшін қазір таңға шейін біздің ғұламаларымыз, діни болсын, дүниелік болсын, ғалымдар ізденісте, алайда жаңалықтар әлі шығып жатыр. Бітпейді. Өйткені білім теңіз. Бұл бітпейтін терең білім екен. Сол үшін дінімізіне осы білімге қатты не қылып қойды? Бізді қазақтар бізді шақырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: ғұламалар пайғамбарлардың мұрагерлері дейді. Пайғамбарлар алтынды, динарды мұра етіп қалдырған жоқ. Керісінше олар нені? Олар білімді мұра қылып қалдырды. Кім білімді алатын болса, мол жақсылықты алды дейді. Үлкен несібеге ие болыпты дейді. Бұл жерде ғалымдардың, білім жолында жүргендердің деңгейін көрсетіп жатыр да. Пайғамбарлар жоқ, білеміз. Пайғамбарлардың соңы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кісі өмірден өтті. Алайда сол пайғамбарымыз алып келген аманат жалғастыратын бұл ғалымдар екен да. Ғалымдар екен, пайғамбардың мұрагерлері екен. Бірде Абу Хурайра, Алла разы болсын, базарға барады. Базарға барып, халықтың жағдай күйін қарайды. Қараса, сауда саттық жасап жатыр. Адамдар дүниеге беріліп, сауда істеп жатқанын көреді. Сонда жаңағы халыққа қарап тұрып, үндеп айтады: о халайық, мешітте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұрасы таратылып жатыр дейді. Сонда жаңағы баршасы сауда саттығын тастап, жұмысын тастап, мешітке қарай бетіп барады. Өйткені білеміз, адам дүниені жақсы көреді, мал мүлік жақсы көреді. Сол себеп не қылды? Жаңа адамдардың барлығы мешітке қарай бет бұрды. Мешітке келіп қараса, мешітте ешқандай дүние таратылып жатқан жоқ. Мешітте не бар екен? Мешітте бұрышта біреу Құран оқып жатыр, біреу хадис оқып жатыр, біреу сабақ беріп жатыр, біреу намаз оқып жатыр, біреу Алланы еске алып жатыр. Ана көріністі көреді да, олардың ойлаған нәрсесін көрмегеннен кейін олар не қылады? Абу Хурайра қайтадан келеді. Абу Хурайра, сен бізге пайғамбардың мұрасы таратылып жатыр деп айтқан едің мешітте. Мұрасы қане деді. Мұрасы қане деді. Сонда не көрдіңдер деп Абу Хурайра, Алла разы болсын, сұрады. Сонда олар: адамдарды көрдік, Құран оқып жатыр, намаз оқып жатыр, біреулер зікір етіп жатыр, Алланы еске алып жатыр, басқа артық ештеңе көрген жоқпыз деген кезде Абу Хурайра, Алла разы болсын, міне сол сендер көрген нәрсе пайғамбардың мұрасы деп жауап берген екен. Сол үшін бұл білім, бұл пайғамбарлардың мұрасы. Білім бізді ақиқатқа алып баратын бірден бір жол екен. Бізден алдыңғы үмбеттің адасуына себеп болған нәрсе осы білімсіздік екен. Білімге көңіл бөлмеулері оларды не қылды? Оларды адастырып қойды. Сол үшін білім бізді ақиқатқа жетелейтін, Алла тағаланы танытатын, және де Алла тағаланың құзырында ең жоғарғы биіктерге көтерілетін амалдар екен. Өйткені Суфиян ибн Уяйна, Алла разы болсын, сол кісі айтты ғой: Алла тағала мен адамдардың арасындағы адам Алла тағаланың құзырында дәрежесі ең жоғары адам деді. Ол кім дегенде пайғамбарлар мен ғұламалар деп айтты. Дені білім. Енді біз көбінше айтамыз: Алладан қорқамын деп айтамыз. Алладан қорқу бұл өте маңызды нәрсе. Қазақ халқында бір қанатты сөз бар: Құдайдан қорықпағаннан қорқ дейді.
Бұл жерде адам баласы үшін ең маңызды нәрсе не екен? Бұл жерде айта кететін нәрсе, балаға да біз ең бірінші Құдайын танытуымыз керек. Имандылық тәрбиесін беруіміз керек. Өйткені Құдайын таныған бала, ол не қылады? Ол Құдайдан қорқады. Құдайдан қорыққан адам ата-анасын құрметтейді, қоғамға, отбасына ол пайда келтіреді екен. Сол үшін қазақ даналарында, зиялыларында қарайтын болсақ, өміріне Абай атамыз сол секілді жас кезінде барлық медресе оқыды. Өйткені ең бірінші Құдайын танытқан. Құдайын танытқан. Сол үшін мына Құранда да аятты қарасақ, иннама яхшаллах мин ибадил улама. Құдайдан шынайы қорқатын құлдары бұлар ғалымдар, ғұламалар дейді. Бұл жерде ғалым, білім талап ету, бұның мақсаты не екен? Бізді Алладан қорқуға алып баратын амал екен. Алладан қорқуға алып баратын амал осы білім екен. Сол үшін де басқа жол жоқ. Өйткені ғалымдар шынайы қорқатындар. Өйткені ол ненің арам, ненің адал екендігін, ненің қандай амалдың Алла тағаланың разылығын алып баратындығын ол біледі. Ненің бұрыс екендігін біледі. Ал білімсіз адам ше, кейде өзінің ауасына, өзінің ойына, өз нәпсіне еріп кетуі мүмкін. Сол үшін білім бұл адамға таптырмайтын ұлы пайғамбардың мұрасы. Сол үшін әрқашан біз білімге бекем болайық. Енді білім талап ету мәселесіне бір тоқталып кететін болсақ, білім талап еткен уақытта ең бірінші біз білімді Алла разылығы үшін алуымыз керек. Білім дүниедегі бір мақсат, бір мансап, немесе бір көзделетін нәрсе емес екен. Бұл не? Білім тек қана Алла разылығы үшін алынатын нәрсе екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім білімді, Алла үшін алынатын білімді ғалымдармен талас тартысы үшін, немесе білімсіздерді жеңу мақсатында, немесе адамдардың арасында өзіне бір орын, немесе адамдарын ұлықтау үшін алатын болса, Алла оны отқа кіргізеді дейді. Алла сақтасын. Бұдан шығатын нәрсе, білім бұл дүниелік бір мақсат үшін, немесе біреумен талас тартысы үшін емес. Кейде мысалы үшін кейде қазір байқаймыз ғой, кейбір жігіттер білім алады да, алған уақытта бір хадис, немесе Құраннан бір аят, немесе бір ғалымның сөзін естіп алады да, бірден бар біреумен тартысуға не қылады, әрекет жасайды. Мен дәлелдеймін оған, мен көрсетемін оған. Жоқ. Білім дәлелдеу үшін емес, білім ең бірінші не екен? Алла разылығы үшін алынады екен. Алла разылығы үшін ең бірінші өзінің бойынан надандықты, білімсіздікті көтеру. Көп жерде байқайтын нәрсеміз, адамдар білім алады, ғалым, Құран жаттайды, бірақ кейде әдебінде кейбір кемшіліктерді байқаймыз. Бұл дегені білімнің сол адамның бойына дарымағандығын байқаймыз. Өйткені дарыған білім ең бірінші адамның өз бойында көріну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда мінез ақылақ жайында Айша анамыздан келіп сұрайды. Сұрағанда кәне хулуқуху ал-Құран дейді. Пайғамбарымыздың мінез ақылағы Құран еді дейді. Бұл деген Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде мұсылмандар жайында, ізгілер жайында, және олардың сипаты жайында не қылды? Сипаттап, олар жайында хабар берген. Міне сол мақтаулы сипаттардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бойында болатын. Өйткені адам білім алған уақытта сол білім адамның бойына сіңу керек. Ол үшін адамның ниеті дұрыс болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иннамал амалу бинният. Ең бірінші біз ниетімізді дұрыстауымыз керек. Одан біреумен талас тартысу, немесе біреу жеңу, немесе адамдардың ортасында өзімізге бір абырой жинау болу керек емес екен. Ондай болатын болса, онда ол білімнің бізге ешқандай әкелер пайдасы болмайды екен. Сол үшін әрқашан білім алған уақытта, құрметті бауырлар, біз ниетке қатты көңіл бөлейік. Және бір хадисте келеді, кімде-кім Алла разылығы үшін алынатын білімді бір дүниелік бір мақсатта көздеп алатын болса, онда өзіне оттан орын дайындасын. Алла сақтасын. Сол үшін әрқашанда біз ниетімізді дұрыстайық. Алла разылығы үшін болсын иншалла. Және білім, бізде қазір көпшілік жігіттер өкінішке орай білімді интернет арқылы алады. YouTube немесе басқа сайттар арқылы білімді алады. Білім шындығында қалай алынады? Осыған бір тоқтала кетсек. Білім ұстаздың алдында отырып алынады екен. Бірде Умар ибн Хаттабтың Алла разы болсын хадисінде келеді, жеткізген хадисінде бірде бір кісі бізге келді. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге отыр едік. Ана кісі сақалы қап-қара, шашы қап-қара, киімі аппақ, үстінен бір сапардың белгісі байқалмайды. Бірақ біздің арамызда ешкім оны танымайды. Ол бөтен адам сипаттап жатыр да. Бөтен адам ешкім танымайды. Алайда оның киімі бір лас емес,
бір сапардың бір белгісі көрінбейді. Баршамызға белгілі сапардағы адам шашы үргісі бұзылады, киімі шаң болады, әбіржейді былай айтқанда. Қиындықты көреді. Қазақта сөз бар, жол азабы көр азабы дейді. Бұлай сапар өте қиын нәрсе да. Алайда ол кісіде ондай белгі көрінбейді. Бірақ та келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанына келіп отырды да тізесіне не қылды? Қосты дейді. Және де екі қолын санына қойып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан иман жайында, ислам жайында, ихсан жайында, және қиямет жайында, қияметтің белгілері жайында не қылды? Сұрады. Сонда ғұламалар айтады, мұны осы жерде Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп отыруы дейді, бұл білімнің алу жолын көрсетуі дейді. Ұстаз бен шәкірттің бір-біріне қарап, ұстаз сұрайды, шәкірт жауап береді. Шәкірт білмейтін болса, шәкірт сұрақ қояды, ұстазы шәкірттен жауап береді. Міне білім осылай алынады екен. Сол үшін осы мәселе қатты мән беру керек. Мысалы, дін деген нәрсе бұл діни білім. Бұл кішкене нәрсе емес ол. Діни білім бұл терең нәрсе. Бағана айтып кеттік, ол теңіз да. Теңіз. Біз қанша алғанмен ол бітпейді. Теңіздің суын ішкенмен бітіре алмаймыз ол. Тасығанмен бітіре алмаймыз. Ол теңіз да, ол мұхит. Сол секілді білім терең нәрсе да. Алайда оны біз өзіміз анерден бір шұқылап, неден бір шұқылайтын болсақ, онда біз адасып қалады екенбіз. Сол үшін біз білім алған уақытта ұстаздың алдында отырып білім алу керек. Бұдан шығатын нәрсе интернет арқылы білім алу, құрмет жамағат, құрмет тыңдармандар, бұл бізді адасушылыққа алып келуі әбден мүмкін екен. Өйткені біз мысалы алатын болсақ, сырқаттанатын болсақ, Алла сақтасын, сырқаттансақ, бірінші не істейміз? Дәрігерге барамыз. Дәрігерге барып, біздің жаңағы бас ауруы болсын, қан қысым болсын, қандай сырқат болса, соның болып жатқан себебін іздейміз. Ол не нәрседен болып жатыр? Бас ауруы қайдан келіп шықты? Қан қысым, не себептен қан қысым болып жатыр? Оның біріншіне себебін іздеп, себебін тауып, кейін барып біз оған ем береміз. Ал оның себебін табатындар. Бұл кім? Бұл дәрігерлер екен. Мысалы, біз енді үйде отырып, мысалы, сырқат бас ауырып жатқан болса, Google-ге, қазір білеміз, шайх Google бар. Оған жазып, мысалы үшін, бас ауырса, бас ауырын дәрісін іздемейміз ғой. Бірақ іздейтіндер бар. Бірақ сол кеше мен бір бауырым айтады, дәрігерге бардым дейді. Бүйрек ауырып жүріп, тамақтың дәрісін берген ол жігітке. Бүйрек ауырып жүрген адамға тамақтың дәрісін берген да, нәтижесінде ауырып қалды, артериялы болып қалды дейді. Құдай сақтасын. Бұл деген нәрсені, егер де біз интернет арқылы жаңағыдай мағлұмат, дәрі іздейтін болсақ, сол дәріміз ішіп жатқан, ол бас ауырудікі шынымен, немесе жүрек ауырудікі, бірақ та ол себебі дұрыс таба алмағаннан кейін, ол дәрінің бізге зияны болуы мүмкін да. Міне сол секілді айтқым келіп жатқан нәрсе, біз интернет арқылы діни мағлұмат іздейтін болсақ, діни білімді үйренетін болсақ, онда біз қателікке барып қалуымыз әбден мүмкін да. Әбден мүмкін, өйткені дін деген нәрсе біздің ойымызбен, немесе біздің білім шектелмейді. Бұл дін үшін, діни білім үшін ғұламалар бүкіл өмірін сарптаған. Имам Абу Ханифа, Алла разы болсын, бүкіл өмірін сарптады. Бүкіл өмірін білімге арнап, бүкіл өмірін сабақ берумен не қылды? Өткізді. Имам Аш-Шафиғи, Алла разы болсын, барлығы не қылды? Ислам ғұламалары, мысалы үшін, Бадриддин Айни бар, Алаудин Касани, былай айтқанда ғұламалар өте көп. Бірақ солардың өмір тарихын оқып қарайтын болсақ, бүкіл өмірін білімге арнағанда. Алайда сол білімге арнаудан алдын олар оқу мәселесінде, оқу кезеңін олар 18, 20, 30 жылға неған берген білім үшін, алу үшін. Кейін бар олар не қылды? Олар кейін бар білім бере бастады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар, Абу Хурайрадан жеткізген хадисі бар. Мен уфтия биғайри илмин. Кімде-кім бір адамға фәтуа берілсе дейді, білімсіз фәтуа берілетін болса, оның күнәсі кімге? Оның күнәсі фәтуа берген адамға дейді. Сол үшін фәтуа беру бұл оңай нәрсе емес. Егер сіз біреуге фәтуа бердіңіз, фәтуада қате кететін болсаңыз, Құдай сақтасын, білімсіз фәтуа беретін болсаңыз, қате кететін болсаңыз, онда күнә сізге келеді, Құдай сақтасын. Және де хадистің жалғасында келеді. Кімде-кім бір ақиқатты басқа нәрседе екендігін біле тұра, ол адамды ақиқат емес, дұрыс емес нәрсеге бағыттайтын болсаң, онда сен оған қиянат жасапсың дейді. Сол үшін білім деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Оған өте жауапкершілікпен қарау керек. Білім алып жатқан уақытта да оған жауапкершілікпен қарау керек. Ислам әлемінде мен өзім біраз ғалымдарды зерттедім. Сонда Әлбани өмір тарихын оқитын болсаңыз, қарайтын болсаңыздар, алған ұстазы өзінің туысқаны Ханафи мазхабынан білім алған, ал қалған кітаптарды, қалған білімді қалай алды десек, ұстазы жоқта. Ал хадис ілімімен шұғылданды. Сол секілді көптеген ұстаздар бар.
ислам әлемінде өткен ұстазсыз білім алған. Ұстазсыз білім алғанның барлығын көрсек, сол елде қай жерде болмасын, сол бүліктің бір кішкентай болса да несін үшін шығарып кеткен. Сол үшін бүліктен Құдай сақтасын. Білімсіз, ұстазсыз білім алу, ұстазсыз өзі мағлұмат қарау адамды қателестіреді екен. Өз басынан өткен нәрсені айта кетейін. Бірде бір бауырымызбен тарtысып қалдық. Мәйітке Құран оқуға болмайды деді. Мен айттым, мәйітке Құран оқуға болады. Оған дәлелдер келтірдім. Және де Ахмад ибн Хамбалдың, және өздері ұстанатын ғалымдардың да оған айтқан сөзі бар, болады деген сөздерінде мен келді. Ол тек менің сөзімді қабылдаған жоқ. Күндердің бір күні маған келді. Дәке, мәйітке Құран оқыса болады екен ғой дейді. Мен айттым, бауырым, көрдің бе? Сен білімсіз, өзің білімің шектеулі, бірақ сен шектеулі біліміңді сен терең ғалым санадың өзіңді. Сөйтіп тартысып, ғұламалардың жалпы дініне рұқсат берген нәрсені сен тыйым салып тастадың. Міне сенің білімің не қылды? Сен надан екенін көрсетіп отыр. Дұрыс нәрсені не қылып отыр? Сол үшін білім деген нәрсе, құрметті жамағат, білім деген нәрсе бізге ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білдіретін нәрсе. Алайда ол ұстазбен алынған білім. Сол үшін білім міндетті түрде ұстаздың алдында алыну керек. Және бір ескерте кетеді, ұстаз деген мәселе кім? Осыған да көңіл бөлейік. Ұстаздар қатты мән беру керек. Көрінген адам ұстаз қылып білім алуға болмайды. Аллахқа шүкір, қазір елімізде тәуелсіздіктің үлкен жемісі, елімізде мыңдап мешіттер бой көтерді. Аллахқа шүкір, медреселеріміз бар. Нұр-Мүбарактай университетіміз бар, альхамдулилля. Сол бағана айтқандай мыңдап бой көтерген мешіттердің барлығында сауат ашу курстары бар. Міне білімді сол жерлерден алатын болсақ, иншалла елімізде бұл нұр үстіне нұр болады. Бұл нұр үстіне нұр. Сол үшін білім алған уақытта да осы дұрыс орындардан, сенімді ұстаздардан білім алу керек. Міне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында қарасты ұстаздарымыз бар. Небір ғалымдарымыз бар. Олардың уағыздары бар, олардың сабақтары бар. Міне солардан біз сусындап, солардан біз білім алуымыз керек. Көрінген жерден, көрінген сайттан білім алу бізді қателікке апару мүмкін. Құрметті тыңдармандар, сол үшін құрметті жамағат, сол үшін осы мәселеге біз қатты көңіл бөлейік. Бәне бір айта кететін нәрсе, енді адамдардың барлығы білім ала алмайды ғой. Білімге уақыт болмауы мүмкін. Онда не істеу керек? Осыған жауап бере кететін болсақ, адам баласы сұрау керек. Кімдерден? Ғалымдардан сұрау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, шифаул айи ас-суал. Білімсіздіктің емі бұл сұрау дейді. Адам білмеген нәрсесін надан да ол. Сол үшін білмеген нәрсесіне сұрау керек. Қараңызшы, адам білімсіз болатын болса, білмейтін нәрсесін өз іздесін деген шариғатта еш жерде келмеген да. Алайда білмеген нәрсесін сұрау деген нәрсе келген. Алла Тағала Құран Кәрімде фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңіздер білім иелерінен сұраңыздар дейді. Білмесеңіздер білім иелерінен сұраңыздар. Білмесең өзің барып ізден, өзің барып қара деп айтқан жоқ. Білімді иелерінен сұраңыздар. Өйткені сізде білім болмайтын болса, сізде іздеу құралы сізде жетіспейді. Сіз іздеген уақытта кемшілік сізде бәрібір болады, қателікке барып қоюыңыз мүмкін. Сол үшін ғалымдардан, білімді мамандардан, былай айтқанда қазір таңда имам ұстаздарымыздан сұрауымыз керек. Онда біз қойып жатқан сұрағымызға дұрыс мағлұмат ала аламыз. Ал егер де біз білімсіз басқалардан сұрайтын болсақ, онда біз қателікке барып қоюымыз мүмкін. Тіпті өзіміздің немесе өзгелердің де өмірін қауіп астына қоюымыз мүмкін. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір топ адам сапарда келе жатқан уақытында ішінде бір кісіге жуыну керек болады. Ғұсыл алу уәжіп болып қалады. Сонда жанындағылардан сұрайды, маған қандай амал бар? Жуынам ба, немесе жуынудан бөлек басқа нәрсе бар ма? Өйткені ол кісінің басында жарақаты бар еді, және де күн салқын еді. Жанындағылар тұрды да, біз саған шомылудан, жуынудан басқа еш нәрсе көріп тұрған жоқпыз деді. Сонда жаңағылар сөзін құлақ асып, жаңағы сахаба жуынады. Сонымен сырқаты асқынып, бұл кісі өмірден өтеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хабар жетіп келген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты ашуланып, аналарды қатты кінәлады. Білмесеңдер сұрасаңдар болмай ма? Білімсіз сендер неге фәтуа бересің деді. Білімсіз адам білімсіздерден фәтуа сұрады, соңында не қылды? Бір адамның өмірі өтіп кетті. Сол үшін сұраған уақытта да білімдіден сұрайық, дұрыс орындардан сұрайық, құрметті жамағат. Сөз соңында айтатын нәрсе, адам білім алып жатқан уақытта адамның көңіл бөлу керек болған нәрселер бар, әдептер бар. Ол білім ең бірінші адам
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, әл-илму илман дейді. Білім екі түрлі болады дейді. Біріншісі жүректегі білім. Бұл адам баласы үшін пайдалы білім дейді. Ал екінші білім бұл тілдегі білім дейді. Тілдегі білім деген бұл Алла субханала ва тағаланың адамдарға қарсы дәлелі дейді. Бұл айтқан уақытта білім, тілдегі білім бұл адамға қарсы дәлел болады екен, Алла сақтасын. Жүректегі білім ғана адамға пайда береді екен. Сол үшін білімнің бұдан шығатыны пайдалы да, пайдасыз да болады екен. Құдай тағала бізді пайдасыз білімнен сақтасын. Омар ибн Хаттаб, Алла разы болсын, өте әдемі сөзі бар. Ол кісі айтады, білім үйреніңдер дейді. Білім үйреніңдер дейді. Және білім үшін қарапайым және байсалды болыңдар дейді. Білімді құрметтеңдер деп жатыр. Және де ұстаздарыңды, шәкірттеріңді құрметтеңдер дейді. Адамға білім жұғысты болу үшін, адамға білім қонымды болу үшін, адамға білім пайдалы болу үшін ең бірінші не істеу керек екен? Адам баласы ең бірінші сол алып жатқан білімін құрметтеу керек екен. Құран оқи ма? Құранға құрмет қой. Хадис оқисың ба? Хадиске құрмет қой. Және де білім, қай білім болсын, оны құрметте. Сонда ол білім саған жұғады екен. Сол білімді құрметте, сол білімді құрметтеумен бірге сен не қыл? Сен ұстазыңды да құрметте. Ұстазыңды, егер ұстазың саған разы болатын болса, онда саған ұстазының беріп жатқан білімі қонымды, пайдалы болады. Сонымен қоса, шәкіртке білім беріп жатсың ба, шәкіртіңді да құрметте. Оны төмен санама. Егер сен оны шәкіртіңді құрметтейтін болсаң, сенен оған өтіп жатқан білім пайдалы болады. Сонда не болады екен? Жаңағы пайдалы білім болады екен. Ертең Алла тағаланың құзырында бізге қарсы дәлел емес, керісінше біздің амалымызды, біздің дәрежемізді көтеретін ұлы амал болады. Сол үшін әрқашан ұстаздарымызды, шәкірттерімізді құрметтейік, және алып жатқан білімімізді құрметтейік. Хакім Абай атамыз айтады, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғаламда көрсеңіз, ондай болу қайда деп айтпағылым сүйсеңіз дейді. Сол үшін құрметті тыңдармандар, құрметті бауырлар, біз әрқашанда білім алуға әрекет жасауымыз керек. Бір ғалымды көріп, бұндай болу қайда дейсің деп айтуға болмайды екен. Адам не? Балалық қараңшы. Ғалым болмай немене дейді. Неге сен білімді бола алмайсың дейді. Білімді бола аласың. Алайда қию керек нәрсе бар. Ол не? Ол балалық. Балалық кезде көпшілік адам мен ойнайын, күлейін, жүрейін деп айтады. Жоқ, балалық кезде адам әрине күлмесін, ойнамасын деп айтпаймыз, әрине, бірақ негізгі уақытын білімге арнасын. Өйткені адам бала жас кезінде не нәрсеге қол жеткізетін болса, соның жемісін қартайғанда көреді екен. Ол білім болсын. Отбасы құрған уақытта да, мысалы қазақта сөз бар, әйелді бастан дейді. Отбасыға үйленген уақыттан бастап көңіл бөлетін болсаң, зер салатын болсаң, жақсы отбасы боласың. Сол секілді білімге де жас кезде оған мән беретін болсаң, ол білім, қазақта сөз бар, үлкейгенде алған, жас келгенде алған білім, құмға жазған секілді, жас кезде алған білім бұл тасқа таңба қойған секілді дейді. Сол үшін жас кезде білім алатын болсақ, бұл біздің болмысымызға сіңіп кетеді. Ертең келешекте біз бұның пайдасын көреміз иншалла. Сол үшін құрметті жамағат, әрқашанда білімге көңіл бөлейік. Білім жайлы айтылатын болса, білім жайлы бұл сөз бітпейді, бұл қиямет күнге шейін жалғасады. Алла тағала баршамызға пайдалы білім берсін. Алла тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Әрқашанда аспанымыз жарық, көк туымыз қияметке шейін желбіреп тұрсын төбемізде иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.